Сәлем баршаңызға. Осындай жұмсақ, беті жылтырап, май жақпаса да жылтырап шығатын, қамыры созылмалы болып шығатын мантының қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге бар болғаны 4 зат қажет: салқын су, тұз, сұйық май және жұмыртқа. Сұйық май мен жұмыртқаны қамырдың көлеміне қарай азайтып көбейте берсеңіздер болады. Мен бұл жерде орташа 2 зуалаға 1 жұмыртқа қостым. 2 ас қасық сұйық май қостым. Сосын үстіне ұнды үйлеуіштен өткізіп барып қосамыз. Мінекей жұмсақ қамыр шықты. Бұны кішкене тұндырып қоямыз. Жайылғанда да мінекей тесілмейтін, созылмалы қамыр болып шығады. Өте жұмсақ. Құрамына орташа формада істейміз. Құрамына асқабақ қосып жібердім. Картоппен. Бетіне май жағудың қажеті жоқ. Тек ең үстіңгі листі салғаннан кейін пленка жабасыздар. 45-50 минутта осындай әдемі беті жылтыр мантымыз дайын болады.